Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мини шокобокс жасаймыз. Алдымен қажет заттарымыздың барлығын жинастырып, дайындап алайық. Одан кейін бізге шаблонымыз қажет болады. Птичье молоконың, крышканың және основаниясының шаблондарын сіз менің телеграм каналымнан жүктеп аласыз. Ссылкасын төменгі описание бөліміне қалдыратын боламын. Ең алдымен жұмысты шаблондарымызды қиюдан бастаймыз. Шетіндегі контуры бойынша қиып шығамыз. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Қайшыны алып, өзіңізге ыңғайлы тұсынан бастап қиып шықсаңыз жеткілікті. Келесі маңызды қадам беговка жасау. Кәдімгі тоқымаға арналған бізді алып, сызатын тұстарымызға нүктені қойып шығамыз да, артқы тұсынан түзу етіп сызғышпен бір сызып шығамыз. Бұл бізде сызықтарымыз, бүктелген тұстарымыз әп-әдемі түзу түсу үшін қажет болады. Беговканың сыртқы суреті бар бетінен жасамаңыздар, өйткені бояуын қырып тастауыңыз мүмкін. Сондықтан артқы жағынан жасайсыздар. Артқы жағынан жасау ыңғайлы болғандықтан біз қосатын жерлерімізге нүкте қойып шығамыз. Енді келесі кәдімгі клейімізді алып, екі жақтауын төрт бұрышты етіп клейлеп шығамыз. Бұл менде қанатшасы жоқ екі тұсы, видеодан анық қарап отырсаңыздар көрініп тұр. Яғни қанатшасы жоқ тұстарын бірінші клейлеп жабыстырып аламыз. Клейдің орнына ыстық клейді немесе двухсторонний скотчты пайдалансаңыздар да болады. Двухсторонний скотчпен өте тез жасалады, сондықтан сіздерге сол клейді пайдалануды, двухсторонний скотчты немесе ыстық клейді пайдалануды кеңес беремін. Өйткені мен канцелярский клеймен жабыстырған кезде кебу үшін, бірігу үшін ұзақ күтуді қажет етті. Енді жоғары жақ қанатшасы бар бөлігін видеодағыдай етіп, қиғашынан төрт бұрыштың ішіне кіргізсеңіздер, тез кіріп кетеді. Майыспай, бүктелмей, жақсы болып түседі. Енді клейімізді жағып, осы жерін де жабыстырып шығамыз. Видеоны анықтап қарасаңыздар, барлық жасау жолы түсінікті. Бізде кішкене қиындық тудыратын осы основаниясын ғана жасау, ал шоколадтардың өзін және крышканы жасау бұл ешқандай қиындық туғызбайды. Біздің основаниямыз осындай жақтаулар бар, яғни с бортиками деген шаблон. Шетінде бортиктар бар, төрт бұрыш, сондықтан бұл объемный, яғни үлкен болып, әдемі болып көрінеді. Енді осының ішіне салатын шоколадымызды және крышкамызды дайындаймыз. Крышканы жасаған кезде де беговкамызды жасап аламыз. Осылай беговка жасалған крышкамызды бүктеп шығамыз. Артқы бетіне клейімізді жағып, жабыстыра саламыз. Енді бұл жерде қарасаңыздар, алдымен қанатшасы бар тұсын бірінші клейлеп аламыз, одан кейін барып қанатшасы жоқ жақтарын жабыстыратын боламыз. Яғни основанияны жасаған кезде керісінше болды, ал крышкасын жасаған кезде бірінші қанатшасы бар тұсын жабыстырып алуымыз қажет. Бұл жерде ешқандай бортик ештеңе жоқ, тек қана осылай бір-біріне жабыстырып, қалың болып, қатты болып тұру үшін осылай жасалады. Екінші тұсын жабыстырған кезде қанатшаларын ішіне кіргізіп, одан кейін барып клейлеп жабыстырасыздар. Бұл сәтті жақсы түсіну үшін видеоны қарау керек болады. Анықтап қарауларыңызды сұраймын. Видеода барлығы түсінікті етіп түсірілген. Міне біздің крышкамыз дайын болды. Енді бізде бар болғаны шоколадтарымызды орау қажет. Шоколадты орауға мен самоклейка қағазды пайдаландым. Самоклейка емес, кәдімгі жұқа 115 грамдық қағазға шығарсаңыздар да болады, бірақ мен өзім практикамда самоклейкамен жұмыс жасау, шоколадтарды орау маған өте оңай әрі тез болды, сондықтан мен осы самоклейка қағазға шығарып жүрмін соңғы уақытта. Егер қолыңызда самоклейка болмаса, ол ешқандай қиын емес. Кәдімгі жұқа қағазға шығарып, оны қиып алып, артқы жағына клей жағып жабыстыра саласыздар. Ондай жолмен жасаған шоколадтарым менің алдыңғы видеоларда бар. Сол жақты көрсеңіздер де болады. Бұл менде тестовый вариант болғандықтан, яғни сіздерге көрсету үшін түсірілгендіктен, мен шокобоксымның сыртына ешқандай жазу жазған жоқпын. Бірақ сіздер міндетті түрде жазуын жазып, қырқынан шығару тұсау кесер болса да сыртына әдемілеп жазуын жазып қойсаңыздар
өте керемет көрінеді. Міне 4 шоколадымызды салдық, крышкасын жабамыз. Енді менде осы бос болып тұрмас үшін мен бір жақ шетіне лентадан бантик жабыстырамын деп шештім. 2,5 сантиметрлік қалыңдықтағы лентамызды алдым, ұзындығын 13 сантиметр етіп кесіп алдым. Одан кейін ортасын бүктеп, ортасын шығарып аламыз. Яғни өзіңізге ыңғайлы тәсілмен бантик жасай берсеңіз болады. Міндетті түрде осы бантикті жасау маңызды емес. Ыңғайлы қандай сізге жолы бар, қандайын жасап үйренгенсіз, соны жасай берсеңіз де болады. Мен осы бантикті жасап үйреніп алғанмын. Қолымның барлығы жаттығып қалған осы бантикке, сондықтан мен осылай жасай саламын. Және ешқай жері артық лентасы жалбырамай, өзі кіп-кішкентай шокобокс болғандықтан, кіп-кішкентай шокобоксқа нәп-нәзік кішкентай бантик жабыстырамын. Оны кәдімгі ыстық клеймен жабыстыратын боламын. Паутиналарын барлығын алып тастаңыздар, ыстық клейден қалған. Одан кейін бетіне полубусины жабыстырамын. Кез келген моншақ, қолыңызда бар моншақты жабыстыра берсеңіз болады. Моншақ жабыстыруды қажет етпейтін бантиктің түрлері де бар, сондайды жасасаңыздар да болады. Біздің кішкентай шокобоксымыз дайын. Ішін ашқан кезде 4 шоколадымыз әп-әдемі болып көрініп тұрады. Ерекше түрде. Размері 10-10 сантиметр. Видеоны көргендеріңізге рахмет.